Есігінің өзі, кигіз үйдің есігі екіге қарай айқара ашылып, ішке қарай ашылады. Ол неге десеңіздер, сыртынан кигіз есік кеп жабылған кезде, адам кіргенде кигіз үйдің есігі ішке қарай айқара ашылып тұру керек. Оның барлығы сондай өзінің жаңағы біз бір сөйлемді жазсақ, дыбыс үндестігіне байланысты бір-біріне үндестен келтіретін болсақ, кигіз үйдің өзі шаңырағы, оғы, керегесі, есігі бір-біріне солай өте үндесіп, сәйкесіп келу керек. Осы керемет дүниені өмірге әкелген, осыны жасайтын адамды үй іші деп айтады қазақта. Ал осы қазақта мынандай сөз бар. Алтын менен аптадым, күміс менен күптедім. Бірін өрге қаратып, бірін жерге түптедім дейді. Ол не деген сөз дегенде, жаңағы жұмбақ. Оның шешуі кигіз үй. Неге? Жоғары қаратып түптедім дегені жаңағы оқтың қаламын алтын менен аптап, күміс менен күптетіпті кезінде біздің бай енді ағаларымыз, сол жаңағы би манаптарымыз.